Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Менің ғылыми зерттеу жұмысымның тақырыбы Абай жолы романының тілдік әлеуеті. Менің аты жөнім Ералхан Айым, Алматы қаласы Әуезов ауданы нөмірі 70-ші мектеп-лицейдің 9-шы Ғы сынып оқушысымын. Ғылыми жетекшім қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Шайтемірқызы Ақмарал. Елімізде тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай тіліміздің шұбарланып, елімізде орыс тілінің үстемдік алып отырғаны өзекті мәселеге айналды. Мектептен шыға бері қазақ балаларының орыс тілінде немесе шұбарлап сөйлеуі еліміздің тәуелсіздігіне, мемлекетіміздің басты атрибуты болып танылатын мемлекеттік тілдің, яғни қазақ тілінің өміршеңдігіне қауіп төндіруде. Мектеп оқушыларының қазақ тілінде көркем сөйлеу үшін не істемек керек? Әлемге әйгілі классик шығармаларымыздағы мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді қолдану арқылы көркем сөздің тұздығын келтіріп, ащы шөйдің кермегін таттырып сөйлей білсек, қазақ тіліне қызықтыра түсетіндейміз. Мұндай уытты сөздер мен тіркестер, астарлы ұғымдар мен емеуріндер Абай жолы романында қадау-қадау. Ойын дамытуға, жеткізу дағдысын қалыптастыратын сөздік қорының бай болуы оқушының тілге деген құрметін арттыруға, өзге ұлттарға таңдай қаққызып, тілімізді үйренуге қызығушылығын да арттырары сөзсіз. Жұмыстың мақсаты оқушылар арасындағы қарым-қатынаста тілдік әлеуетін арттыру, сөздік қорын байыту, қазақ тілінің көркемдігі мен өміршеңдігіне баға беру. Тақырыптың өзектілігі Абай жолын оқыған сайын халқымыздың тарихына бойлаймыз, тіліміздік көркемдігін білеміз, тілдің әлеуетін күнделікті өмірде қолдануға талпынамыз. Жұмыстың міндеттері оқушылардың сөз байлығын зерттеуге дейін және зерттеуден соң зерттеу, оқушылардың арасында қазақ тілінде таза сөйлеу туралы әңгімелерді үздіксіз жүргізу, Абай жолындағы көркем сөздерді, тұрақты тіркестерді айтылымда және жазылымда қолдану. Зерттеу әдістері: эмпирикалық зерттеу, зерттелетін мәселе бойынша нақты материалды жинақтау, тіркеу, тізімдеу, сыртқы байланысын айқындау. Бұған бақылау, әңгімелесу, Google формада сауалнама жүргізу, тестілеу, сұхбаттасу, тұрақты тіркестер жазылған қағаздарды тарату, іс-әрекет нәтижелерін талдау, бақылау, сұрақ-жауап, қазақ тілі пән дәптерлері, мониторинг жасау, нәтижелерді талдау, күнделік жазу жатады. Объект ретінде 100 оқушы алынды. 8-ші В, 8-ші Ж, 9-ші Г, Ғ және 9-ші Д сыныптары. Зерттеу алды сауалнама Google формада алынды. Сіз өз тіліңізді мақтан етесіз бе деген сұраққа 78-і «я» деп жауап берсе, 22-сі «жоқ» деп жауап берді. Қазақстанда мемлекеттік тіл қай тіл деген сұраққа 86-сы қазақ тілі десе, 14-і орыс тілі деп жауап берді. Сіз өзге ұлт өкілдерімен қай тілде сөйлесесіз деген сұраққа 100 оқушының 18-і ғана қазақ тілінде сөйлесеміз десе, қалған 82 оқушысы орыс тілінде сөйлесетіндігін жеткізді. Қазақ тілінің орыс тілінен дәрежесі жоғары ма деген сұраққа 44-і «я» жоғары деп жауап берсе, 56-сы төмен деп жауап берді. Сыныптастарыңызбен қазақ тілінде шұбарлатпай таза сөйлейсіз бе деген сұраққа 100 оқушының 18-і ғана таза сөйлейміз десе, қалған 82-сі орысша сөздер араластырып, шұбарлатып сөйлейтіндігін жеткізді. Тұрақты тіркестерді қолдану сіз үшін өзекті мәселе ме деген сұраққа 89-і «я» өзекті деп жауап берсе, 11-і «жоқ» деп жауап берді. Өзге ұлт өкілдерімен де қазақ тілінде сөйлесу керектігін құптайсыз ба деген сұраққа 63-і «я» құптаймын десе, 27-сі құптамаймын деп жауап берді. Абай жолы романның тілдік әлеуеті. Телғара қазақ ұғымындағы, мәдениетіндегі табу ұғымы дәстүрмен, ұлттың болмысымен астасып жатыр. Қазақ қызы келін болып Ақбосағадан аттағаннан кейін, күйеуінің туған туыстарын атымен атамайды. Олардың әрқайсысына ат қоятын болған. Телғара, айналайын Телғара, соқталдай азамат болып кетіпсін-ау деп, мойнынан құшақтай алып бетінен сүйді. Қазақтың әдет-ғұрпы бойынша, бала кезінде екі ананың арасында тел өсіп, жеңгелері Абайды Телғара атаған. Қазіргі уақытта осы дәстүр назардан тыс қалып бара жатқан сияқты. Тасбауыр
Я Құдая, зар тілегім болсын, бейуақтағы тілегім, осы қарашығыма әкесінің осы ит мінезін бере көрме, тас бауырлығын бере көрме, я жасаған деп құрысқан әлсіз қолдарымен әжімді, мейірімді жүзін сипап бата берді. Тасбауыр тұрақты тіркесінің мағынасы мейірімсіз, туыстық сезімсіз, ешкімге жаны ашымас, басы ауырмас. Қадамы құтты қонақ. Мынау балам оқудан қайтқалы, сүле науқас боп арыла алмай қойып еді. Сендер келгелі жақсы сөздермен ем әкелгендей болдыңдар. Қадамы құтты қонақ болдыңдар деді. Бұл жерде Ұлжан баласы Абайдың аурудан сауыққаны үшін қонақтардың қуаныш әкелгеніне ризашылығын білдіріп тұр. Қонақтардың келуі бұл шаңыраққа қуаныш пен бақыт әкелген. Зығыры қайнады. Ши бойында түсіп пен бөжейдің атақты атасы Кеңгірбайдың бейті жатқан қорық, Жидебай мен Барақты да Құнанбай алып қойған. Сонда қатты қорланған бөжей өрісіп көрмек болғанда, Құнанбай дәл осы түсіпті шақырып ап, ебін тауып, түсіп бөжейдің қолын бөгеп қалған еді. Сол есіне түссе, бөжейдің түсіпке талай рет зығыры қайнап, шынды айтысқанда, Құнанбаймен сөз біткен, істен басқа айла жоқ. Ер болсан іске шыда, ол болмаса дағдына бас, ұсына бер дей беретін. Зығыры қайнады тұрақты тіркесінің мағынасы ыза кернеді, ашуланды, ызаланды, ашу кегі қозды деген мағынада. Жолым болсын. Бөжей Абайға бұрылып, ендігінің жүгі сенде қалар балам. Жолым болсын. Жалғыз-ақ өзгені берсе де, әкенің қаттылығын бермесін деп бетін сипады. Жолым болсын, сәт сапар тілеп, жолын ашылсын деген мағынаға ие. Абай жолы романындағы тұрақты тіркестердің фразеологиялық сөздікте талдануы. Құрақ ұшты, тік тұрып қызмет етті, ас үстіне түсіп бәйек етті, көз жіберді, шалып қарады, шола іздеді, сынаржақ, қырсқыныр, кертартпа, бірбеткей. Бас араздық, келіспеушілік, өшпенділік, қырғи қабақтық, тіл қатты, бірдеңе деді, сөйледі. Абай жолы романының бірінші томынан 120 тұрақты тіркесті теріп, мағыналарын ашып, қағазға шығарып, 100 оқушыға тараттым. Нәтижесі туралы зерттеу, сұхбат, бақылау жұмыстары толық жүргізілді. Тұрақты тіркестердің мағыналарын сәйкестендіріңіз деген тәсілмен оқушыларға тест жұмыстары берілді. Абай жолы романындағы тұрақты тіркестермен оқушылардың мысалдары. Сыныптастары Нұржанның сөзін құлаққа ілмеді. Анасы баласын уайымдап көз ілмеді. Әзіл әңгімеден кейін тыңдаушылар шек сиысы қатқанша күлді. Анашым төркіннен келген қонақтарды құрақ ұшып күтті. Зерттеу алды сауалнама мен зерттеуден соң алынған сауалнамалардан мынандай нәтижелерді көрсек болады. Сіз өз ісіңізді мақтан етесіз бе деген сұраққа 100% я деп жауап берді. Қазақстанда мемлекеттік тіл, қазақ тілі деп жауап берушілер саны 14%-ға өсті. Сіз өзге ұлт өкілдерімен қай тілде сөйлесесіз деген сұраққа қазақ тілінде сөйлесеміз деушілер саны 12%-ға өсті. Қазақ тілінің орыс тілінен дәрежесі жоғары ма деген сұраққа жоғары деп жауап берушілер саны 31%-ға артты. Сыныптастарыңызбен қазақ тілінде шұбарлатпай таза сөйлейсіз бе деген сұраққа орысша сөздер араластырмай таза сөйлеймін деушілер саны 20%-ға өсті. Тұрақты тіркестерді қолдану сіз үшін өзекті мәселе ме деген сұраққа я, өзекті деп жауап берушілер саны 48%-ға төмендеді. Өзге ұлт өкілдерімен де қазақ тілінде сөйлесу керектігін құптайтындар саны 15%-ға артты. Қорытынды. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде келесі мәліметтер орын алды. Оқушылардың арасында шұбарлап сөйлеу азайды. Тұрақты тіркестерді қолданып сөйлеуші балалар саны көбейді. Эссе жұмыстарында тұрақты тіркестерді қолданатындар саны өсті. Мемлекеттік тілге патриоттық сезімдері артты. Абайды зерттемеген ғалым жоқ. Сонда да болса, бізге де жас ұрпақтарға Абайды білу, зерттеу, жас ұрпақтың парызы. Абай атамыздың ұлағатты сөздерінің өзектілігі қанша заман өтсе де өшкен емес. Қазақ тілінің әдеби, лексика-фразеологиялық, терминдік, синонимдік, аймақтық тілдік нормалары жан-жақты әрі бай. Барлық сыныптастарымды Абай жолын оқуға, сөйлеу дағдылары мен мәдениетін байытып, ана тілімізде шешендерше сөйлеу үшін
Абай жолы романындағы көркем сөздерді сөйлесім мен эсседе қолдануға шақырамын. 28 ғасырлық тарихы бар қазақ елінің көркем тілі мәңгілік сақталып қалуы тиіс. Назар аударғандарыңызға рахмет.